Олжас Сүлейменовтің немересі қаза тапқан жол апатына кінәлі Малика Мухитова сот алдында соңғы сөзін айтып, бостандығынан айырмауды сұрады деп хабарлайды Спутник Қазақстан. Айыпталушы сот төрешінен рақымшылық жасап, бас бостандығынан айырмауды өтінген. Ол ұйықтап жатқанда Ескендірдің түсіне кіргенін және оның бақытты болып көрінгенін жеткізді. Мухитова марқұмның жақындары мен сот қатысушыларынан тағы да жылап тұрып кешірім сұрады. Ол мотоциклдегі жігітті көрмей қалған екен. Егер бұл мүмкін болса, мені кешіріңіздерші. Шын мәнінде бұлай болғанын қаламадым. Мен оны байқасам, апаттың алдын алу үшін қолымнан келгенін барлығын жасар едім. Өтінемін, рақымшылық жасаңыздаршы. Мен бұл күнді ешқашан ұмытпаймын. Бар өмірім күрт өзгерді. Өтінемін, мені аяңыздаршы. Күн сайын Ескендір мен сіздерден кешірсе екен деп тілеп жүремін. Егер тамшыдай түсініктеріңіз болса, мені кешіріңіздерші. Жалынамын, деді Мухитова. Сондай-ақ айыпталушы жол апатына Ескендірдің көз жұмғанына кінәлі еместігін айтып, өзі емес отбасы мен ата-анасын аяуды сұрады. Сот Мухитованың барлық өтінішін тыңдап, енді оған үкім 13 қараша күні шығарылады. Ал Ескендір Сүлейменовтің ата-анасы айыпталушының шын мәнінде өкінетініне сенбейді. Олар Мухитова жазадан жеңіл құтылу үшін осылай айтып отыр деп санайды. Марқұмның анасы апаттан кейін Малика ең алдымен жедел жәрдемге емес, әкесіне қоңырау шалғанын алға тартуда. Прокурор айыпталушыға 2 жыл бас бостандығынан айыру жазасын сұрап отыр. Еске салсақ, Малика Мухитова осыған дейін сот отырысында көз жасын тыя алмай, марқұмның ата-анасынан кешірім сұраған. Ол өз кінәсін толық мойындап, шығынды өтеуге дайын екендігін жеткізген. Марқұмның ата-анасы алғашында айыпталушыдан 14.753.190 теңге көлемінде материалдық шығын талап еткен еді. Алайда кейінірек одан бас тартқан болатын.